Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай жұмсақ нәзік кремі вареный сгущенкадан жасалатын домашний медовик рецебін ұсынамын. Жұмыртқамызға сары май, қант, бал және содамызды қосып жақсылап араластырып водяная баняға қоямыз. Бұл уақытта міндетті түрде тоқтамай араластырып тұру қажет және ұнымыздың жарты бөлігін біртіндеп қосамыз. Сонымен кейін водяная банядан алып суытамыз. Суыған массамызға қалған ұнды және разрыхлительді қосып араластырамыз. Жұмсақ тесто илейміз. Мен 8-9 бөлікке бөлдім және әрқайсысын өте жұқа, барынша жұқа етіп жайып аламыз. 180 градусқа духовкаға жібереміз. Бұл уақытта кремін жасаймыз. Кремі бізде өте оңай жасалынады. Мінекей барлық корждарымыз пісті. Формаға келтіріп қиып аламыз. Өте жұмсақ болып шығу үшін әр коржды мен сироппен пропитывать етем. Ол бал мен судың қосындысы. Осылайша корж крем ретімен тортты жинаймыз. Өз басым сироппен пропитывать етуге міндетті түрде кеңес беремін. Сонда өте нәзік болып шығады. Достар, менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Корждың қалған бөліктерін ұсақтатып бетіне жан-жағына сеуіп шықты. Мінекей осындай өте дәмді нәзік домашний медовик дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.